Doktor Pepa'm. Bu benim kişkentayım George. Bu şuşka mama. A bu şuşka papa. Toray Peppa. London. Peppa және оның балабақша тобы бір күнге Лондонға келді. Балақайлар, бұл Лондон. Вау, қаншама көп жануарлар. Мұнда көруге болатын жерлер соншалық, мен қайдан бастайтынымызды білмей тұрмын. Менің досым патшайым осында тұрады. Мүмкін сол көмектесер. Бұл патшайым тұратын сарай. Алло, патшайыммен сөйлесем болады ма? Мен патшайыммын, ал бұл кім? Бұл қоян ханым. Сіз егер Лондонда болсаң, маған соға кет деп айттыңыз. Қоян ханым, кіре ғой. Сәлем бәріңе. Сәлеметсіз бе патшайым? Біз бір күнге Лондонды көруге келдік. Сіз бізге ең көрнекті жерлерді айта аласыз деп ойладық. Менде жақсырақ ой бар. Ақыр аяғында Лондон менің қалам ғой. Мен сендерге жол нұсқа болып, қаланы өзім көрсетем. Алақай! Лондонды көрудің ең жақсы тәсілі 2 қабатты автобуспен жүру. Жүргізуші мырза, автобусыңызды жалға ала тұрсақ бола ма? Автобусты жалға дей ме? Әзілдеп тұрсыз ба? Жоқ, мен патшайыммын ғой. Олай болса мәртебелім, ала қойыңыз. Егер патшайым сізден бірдеңені сұраса, сіз оны істеуіңіз керек. Барлықтарың үстіңгі қабатқа шығыңдар. Бұл автобустың баспалдағы бар екен. 2 қабатты автобустың үстінде отыратын орындар бар. Бұл патшайым, мен бүгін сендердің жол нұсқаларың болам. Бірінші аялдама Биг Бен. Мына сағаты бар мұнара Биг Бен деп аталады. Негізі Биг Бен қоңырау, мұнара емес. Сен кішкентай піл үшін көп біледі екенсің. Мен өте ақылдымын. Бұл өте қатты болды. Бұл Биг Беннің бізге қай уақыт екендігін айтатын дыбысы. Ол 3 рет сыңғырлады, сондықтан қазір сағат 3. Егер ол 6 рет сыңғырласа, сағат 6 деген сөз бе? Иә, дұрыс. Ал егер 100 рет сыңғырласа ше? Онда ол сынып қалды. Саяхатымызды жалғастырайық. Келесі аялдама мұнара көпірі. Саяхатымызды жалғастыру үшін мына көпірден өтуіміз керек. Тоқтаңдар, бұл жерден өте алмайсыңдар. Қараңдар, үлкен кеме келе жатыр. Ол қазір көпірге соғылады. Көпір ашылып жатыр. Мұнара көпірі биік кемелер өту үшін көтеріледі. Жақсы, енді кеме өтіп кеткен соң біз жолымызды жалғастырайық. Көпірді түсіруіңізді сұраймын. Кешірім сұраймын мәртебелім, бірақ тағы бір кеме келе жатыр. Бұлай болмайды, біз мұнда күні бойы күтіп тұра алмаймыз. Барлықтарың мықтап ұстаңдар. Автобус көпірдің үстінде тепе-теңдікті сақтауда. Енді не істейміз? Асықпаңдар достар, менің бір күшті ойым бар. Барлықтарың автобустың алдыңғы жағына қарай қозғалыңдар. Жарайды. Алақай! Патшайым автобустарды жақсы айдайды. Сендерге саяхат ұнап жатыр ма, балалар? Төбесі ашық автобустар ең күшті. Неге барлық автобустар осындай ашық емес? Жаңбыр жауды. Иә. Міне неге барлық автобустар осындай ашық емес? Балалар, қол шатырларыңды ашыңдар. Лондонға келгенде қол шатырдың болғаны өте маңызды. Келесі аялдама Трафальгар алаңы. Қабат деген-ай, Трафальгар алаңы батпақтарға толы болып тұр. Бірақ біз батпақтарды жақсы көреміз. Кені шапылдатыңыз, мәртебелім. Бұл өте көңілді сияқты, және мен етігімді де киіп келдім. Патшайым Лондонның батпақтарында секіруді ұнатады. Барлығы Лондонның батпақтарында секіруді ұнатады.